жаңағы ой сергекке назар аударайық. Алдымен өзімізге жағымды көңіл күй сыйлайық. Қане, яғни ой сергек өлеңі. Күн жарығын дегенде не істеуге болады? Жақсы. Яғни күн жарығын алақанға саламын. Жүрегіне басып ұстай қаламын. Ізгі әрі нәзік жары мейірімді болып кетер сонда дереу жарым. Жақсы балалар, бұл ой сергектен бәріне жағымды көңіл күй сыйлайды деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі сабақтарына сәттілік тілеймін. Отырыңдар. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз Classroom Screen платформасында өтеді. Қазір топқа әркім өзінің аты аталған топқа отырады. Яғни бірінші адам тобына кімдер отырады? Тез қарап аламыз өзімізге. Табиғат тобы және экология тобы. Адам, табиғат, экология. Жақсы балалар. Олай болса, ендігі келесі. Балалар, неге біз адам, табиғат, экология деген топтардан тұрдық? Бұлар қоршаған орта, тіршілік жайлы сәтпасы ұстаймайды. Біздің бөліміміз қоршаған орта және қандай ресурстар жайлы. Сондықтан бізде топ атаулары осындай. Ал енді балалар, қазір алдыларында теріс қарап тұрған қағазға қараймыз, бәріміз назар аударамыз. Жоқ, бүктей тұрыңдар, оны теріс қаратып қоямыз, қарамаймыз. Қазір тапсырма былай болады. Мен алдымен оқушыларды, оқушы, 8 оқушы кездейсоқ таңдалады. Бәріміз шақтарға назар аударамыз. Кімнің таңдалғаны есте сақтап отырамыз, жарай ма? Содан кейін асық таңдау бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ернұр, Темірболат 4-еу, Толғанай 5-еу, Арафат 7-еу, соңғы оқушы Айгүл. Жақсы. Олай болса, сұрақтар келмейді. Жаңағы аты аталған оқушы 8 оқушы тақтаға шығамыз, келіп бір жылдан асыққан ең болар. Уақыт беріп орын көшіміз. Бір қарасы. Қандаймыз, жауап береміз. Жақпаймыз болар, шетіне қарайды. Қанда аратық. Бірінші асық сұрақ. Бірыңғай бастауышына мысал айтшы. Бірыңғай бастауыш болатындай мысал. Арман, Ернұр, Айбек. Бір сыныпта оқиды. Жақсы. Балалар өздерінде алдыларында бағалау парағы тұр, бәріміз білеміз. Енді сол бағалау парақтары бойынша сұраққа жауап берген бала ғана бал қояды. Түсінікті? Қазір отырғанда өзіңе бал қойып аласың. Жақсы отыра ғой. Келесі. Екінші. Пысықтауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Пысықтауыш. Ойлан, тез-тез. Кім жауап береді онdan? Айта қоялым. Қашан, қайда, қайдан? Еш сұрақтарға жауап береді. Жақсы, қалмай, қайтын. Жақсы, бір бол сенде әлемі. Отыра ғой. Келесі сұрақтан неміз тез-тез қандай? Сұрақ. Дауса. Бірыңғай мүшелердің тыныс белгісі. Қандай тыныс белгісі? Бірыңғай мүшелердің арасында қандай тыныс белгі қойылған? Ермін? Сызықша қойыла ма? Үтір қойыла. Ұпай есептелмейді. Отыра ғой. Келесі. Тез-тез. Анықтауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Анықтауыш қандай қай қанша нешеге сұрақтарға жауап береді?
Тағы. Кімдер дейді? Жақсы. Жақсы балалар. Ал, келесі. Бал көзіне келді. Иә. Үй салғанда біз қандай ресурстар, қандай құрылыс материалдарын пайдаланып жүрміз? Қандай жақтар? Топырақ, саз, құм, жақсы жарайсың, отыра ғой. Келесі қанда. Сұрақ? Дауысыздан басталатын дауыссыз аяқталатын қандай пайдалы қазба? Қандай пайдалы қазба білесің? Дауыссыздан басталады, дауыссыздан аяқталады. Алтын дауыссыздан басталып тұр ма? Дауыссыздан басталып, дауыссыз аяқталады. Көмір жақсы отыра ғой. Жарайсың. Өзіңе бір бал беріп. Сізде дауысы оқып тұр. Келесі. Көмір дауыссыздан басталып, дауыссыз аяқталады. Кім дауыссыз мүшелері бар? Жарайсың отыра ғой. Bir бал өзіңе берді. Келесі. Алтын, бор, Тағы. Бес отауын аташы. алтын, бор, Иә. Жалпы Менделеев кестесіндегі барлық элементтер қазір Қазақстаннан отырады. Жақсы. Ал жарайды балалар, олай болса дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күн реті жасында ақпанның 2-сі сынып жұмысы табиғи ресурстар сабағымыздың тақырыбы. Бұл лексикалық мәтін бойынша, ал грамматикалық мәтін бойынша тақырып бірыңғай толықтауыштар, анықтауыштар және пысықтауыштар. Жақсы, балалар, енді қазір бәріміз алдымыздағы төңкеріліп тұрған қағазға қараймыз да біздің өтіп жатқан бөлімге қатысты сөздерді табамыз. 3 минут уақыт беріледі, болды. Жеткілікті сол, иә? Уақыт кетті. Уақытты қойып қойдым. Ал кетті уақыт болды. Бағдаршам жанды. Кім тақтада орындалсын? Мынадай анаграмма берілген. Ал жақсы. Осы анаграмманың ішіне біздің сабағымызға қатысты сөздер табылды. Түсіне түрде ғой? Иә, жақсы, біреу. Қарамаймыз. Өзіңнің үнсіз болды. Уақыт біткенше тек қана тауып тұрып тұрады. Себебі қазір көшті. Жақсы. Мен ойлаған уақыттан бұрын орындап қойған балалар бар ма? Қолдарын көтеріңдерші. Жарайсыңдар.
Онда уақытты тоқтатамыз. Уақыт тоқтады. Уақыт тоқтады, ал тексереміз. Балалар, ол сөздер, мына сөздер болатын. Әркім өзінің сөздерін санамалап шықсын. Онда 6 сөз жасырылған. Бірінші сөз. Табиғат, адам, орман, экология, жануар, ресурс. Кім қанша белгіледі? Енді қазір бағалау парағына өзіміз белгілейміз. Бары 2 балмен бағаланады балалар. Егер 3 жауап қана тапқан оқушы болатын болса, 1 балл. 5-6 жауап тапқан оқушы 2 балл. Өздеріңе қойып қой. Жоқ. Жақсы. Келесі балалар. Бүгін біздің сабағымыз балалар оқу мақсаты бойынша тыңдалымға негізделген. Тақтадағы оқу мақсаттарына назар аударайық. Біз бүгінгі сабақта қандай оқу мақсаттарына қол жеткізуіміз керек? Бірінші, Жаһан ортадағы заттардың, құбылыстардың, табиғи денелердің жиынтығы. Бұл белгіге сәйкес олар табиғи құбылыстар, күн энергиясы, жел, мұхиттардағы судың келуі мен қайтуы, өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі, табиғи заттар, су, ауа, топырақ және пайдалы қазбалар, мұнай, алтын, тағы басқа әртүрлі рудалар болып бөлінеді. Сонымен қатар пайдалы қазбалар пайдалануға дайын, көмір, бағалы тастар, тұз және өңдеуді қажет ететін мұнай, синтетикалық тыңайтқыштар болуы мүмкін. Табиғи ресурстардың екінші белгісі олардың қоры. Бұл белгісі бойынша оларды сарқылатын және сарқылмайтын деп бөледі. Сарқылмайтын ресурстарға күн радиациясы, жел энергиясы, толқындар, су, ауа жатады. Сарқылатын ресурстарға қалпына келетін жануарлар, өсімдіктер, топырақ, құнарлық жатады. Қалпына келмейтінге пайдалы қазбалар жатады. жақсы балалар. Олай болса, мәтіннің мазмұнын бәріміз түсіндік қой, Жақсы, олай болса, қазір сендерде мынадай тапсырма. Тапсырма. Топтық жұмыс. Алдарындағы қағазға балалар мәтін бойынша өздеріне берілген бөлік бойынша 3 тірек сөз, 2 мәселе және 1 түйінді ой жазамыз. Ал бірігеміз. Бірігіп орындаймыз. Түсінікті ғой, 3, 2, 1 әрісі балалар. 3 тірек сөз, әркім өз бөлігі бойынша ақылдасамыз, жазамыз. 3 тірек сөз, 2 мәселе және 1 түйінді ой. Ben 3, 2, 1 санмен санамалап отырып жазылды. Қысқа, нақты. Дискреттерға назар аударыңдар балалар. Егер топтық тапсырма толық жүзеге асса, топ жүзеге бәрі 3 балмен бағаланады. Бір-бірімізді мұқият тыңдаймыз. Міндетті түрде топ екінші бір топқа кері байланыс жасайды. Сондықтан бір-біріміздің сөзін тыңдаймыз. Белгіледім, жұмысқа аяқталуына.
Екінші бөлігінде ішкі сөздер. Тірек сөздер. Табиғи қазбалар, өсімдіктер, жануарлар. Және де екі мәселе бұл табиғаттың жарылқап кедергілері және табиғат қазбаларының азайып кетуі, азайып жатқаны. Ал экология, яғни бір түнде экологияны қорғау. Жалпылама экологияны қорғау. Сонда сендердің бөлімдеріңнен жалпы не айтылды? Экология, яғни табиғи қазбалардағы жиында, табиғи қазбаларды Екінші бірінші белгісі не екен? Сендерге бірінші белгісі табиғи қазбалар. пайдалы қазбалар ма? Иә. Жақсы. Келесі. Үшінші топ кел. Арзан келе ғой. Кім шығады? Үшінші топ. Түйінді ойы өте қатты ұнады, олар жинақталып бір түйін ой шығарады. Иә. Қандай түйінді ой айтты сонда? Олар яғни сарқылатын табиғи қазбалар Үнемді қолдану жайында айтты. Жақсы. Ал нені жақсарту керек еді деген әттең ай бар ма? Олардың бір-біріне ұқсас болды. Тірек сөздері бір-біріне ұқсас болды. Жақсы. Тағы? Болды ма? Жарайды онда. Олар, мына жерде екі мәселенің ішінде табиғи ресурстар екіге бөлінеді дегенде бір мәселе екі рет қайталанып кетті. Себебі қараңдар, табиғи ресурстар екіге бөлінеді, сарқылатын, сарқылмайтын. Сосын сарқылатын ресурстар екіге бөлінеді деп қайтадан қайталанып кеткен ғой. Сондықтан мына топтың бағасы, балалар белгілеп алыңдар, 2 ұпай. Сендерге Қалдашан жандар. Дискриптор сендерге тапсырманың соңында көріп жазылып, жалпақтарында көрсетілді. Өздеріне тапсырмада дискрипторға міндетті түрде қараңдар. Тексереміз енді. Екеуің жұптарыңнан кім сөйлейді? Мадина сөйлейсің бе? Айнағым. Сен сөйлемедің. Иә, бірінші сөйлем сен оқы, тез-тез шығады. Атымда кісінің де болжай алмадым. Атымда кісісін де болжай алмадым. Иә, бірыңғай мүшелер қайсы? Алмады кісісін. Алмады ол баста баяндауыш. Жоқ, сен жалпы сөйлем мүшесіне талдап кеттің, ол жерде бірыңғай мүшені табу керек. Жақсы отыра ғой, өзіңе. Тыныс белгісін де қоймақсың, ұпай алмайсың. Келесі, Темірболат. Тыныс белгін дұрыс қойғансың, атында, кісісінде, ортасында өтіріп. Жақсы, тыныс белгісін дұрыс қойғансың, бірақ бірыңғай мүшелерді толық таппағансың. Мына жерде қайсы бірыңғай мүшелер? Жеке тұрып тақты дұрыс қою керек. 2 ұпай. Сенде? Онда сенде дәл солай. 2 ұпай. Бақылау парақтарына белгілеп отырыңдар болады. Иә. Сұмдықпен, құлдықпен өте жақсы жарайсың. 3 ұпай толық. Тыныс белгісі де дұрыс. Сенде? Дәл солай. Ал қай мүше екенін маған ажыратып берші, құлдықпен, сұмдықпен деген. Қандай сұраққа жауап берді? Ал? Көрейік, біреудің көмек емес пе екен? Тез жылдап. Ал? Пысықтауыш болады, дұрыс айтасың. Немен деген сұраққа жауап бере ма? Пысықтауыш? Немен деген сұраққа жауап берген кезде, немен деген сұраққа жауап берген кезде? Не болады ол? Тоқтауыштың себебін қарып кетеді. Бірақ 2 ұпай сенде. Әлінұр сенде 3 ұпай. Сендер кім қамен? Атында кісісінде. Не болады? Қай мүше? Иә, бірыңғай қандай мүше? Нені болжай алмады? Қай мүше? Жоқ. 2 ұпай. Тыныс белгісін дұрыс қойғансың, бірақ қай мүше екенін таппай отырмыз. Жақсы балалар. Сенде де дәл солай. Олай болса.
үшеуін қуып жетті. Осының бәрін бір түсінікпен толық береді. Иә, неге түзусіз қыласың? Не болады ол? Қандай мүше болады? Так, Аружан кел. Екінші тапсырма бойынша. Жақсы, біз кімнің сөйледі? Кім сөйледі қалды? Так, Мейрамбек. Ал, мына жердегі сөздерді оқы, қай сөз артық? Анық, тез. Тыныш, көмек бермейміз ары қарай. Неге? Төлепберді, Қамысбай, Бурахан деген бәрі бастауыш болады. Жақсы, олай болса енді менің үйде тағы бір болды. Нандайлар дегенде кімдер деген сұраққа жауап беру. Балар, білеміз, біз бірыңғай мүше дегеніміз бір ғана сұраққа жауап беретін, бірдей сөз табынан тұратын, және бір ғана мүшемен тікелей байланысқа түсетін, табалмадың сөйлем мүшелері. Барлық сөйлем мүшелері бірыңғай мүше болып танылады. Ол үшін тек қана екі немесе одан да көп мүшеден тұру керек. Енді бірыңғай мүше, қазір қателерімді өздеріңіз деп қараңдар. Міне, біз табиғатты, ауаны қоршаған ортаны қорғаймыз. Табиғатты, ауаны қоршаған ортаны. Не болады бұл? Бірыңғай қандай мүшелер? Кімді нені деген сұраққа жауап берсе, біз сөйлем мүшелерін жақсы білеміз ғой. Бірыңғай толықтауыш. Қандай толықтауыш? Иә, табыс септігінде тұрған. Қандай толықтауыш? Тез, жылдам. Кім айтады? Тек қана табыс септігінде тұрса, пысықтауыштың қызметін мүлдем атқармаса, ол қандай толықтауыш болады? Жоқ, тура толықтауыш болады. Ұмыттыңдар балалар. Келесі, табиғат адамзат үшін құнды, бағалы, қымбат қазына. Бұл жерде қай бірыңғай мүше бар? Құнды, қымбат, бағалы. Қандай сұраққа жауап береді? Қандай? Демек бұл қай? Бірыңғай. Жақсы, жарайсыңдар, анықтауыштар. Келесі, Қайрат орман үшін асықпай баппен қарап шықты. Асықпай баппен. Бұлар не болады? Неден деген сұраққа жауап бере ма? Қалай деген сұраққа жауап бере ма? Сонда не болады? Бірыңғай. Үйде балар ережелерді тағы бір рет қайталаймыз. Енді қазір сабақ соңында бәріміз тез тақтаға келіп, әрқайсымыз өзіміздің кері байланысын танымаса, тез, қане өзіміз бағалайды, жылдам, инамат қанша алдың? Тез, санаймыз, жылдам, бұл бір болар. 8, жақсы жарайсың. Ау, бұған жоқ, айталмадың сен толық есептелмейді. Иә, не болды? 6 бал ма? 9 бал? Жақсы, келесі? 6 бал? Темір болады. Қанша бал? 6 бал? 7. Аружан? 9 бал? Аяжан? 7. Жақсы. Балар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Әрқайсымыз өз